Сәлем, менің кішкентай досым. Қалың қалай? Менің ертегі әлеміме қош келдің. Бүгін біз айлы орманға саяхат жасаймыз. Дайынсың ба? Бұл орманда сиқырлы ағаштар, жарқыраған жұлдыздар және мейірімді жануарлар өмір сүреді. Осы орманда аққұлақ атты кішкентай қоян бар. Ол өте мейірімді, бірақ сәл қорқақтау екен. Ал бір күні оның досына көмек керек болады. Аққұлақ қорқса да, жүрегіндегі батылдықты таба ала ма екен? Оны қазір басталатын мультфильмнен бірге тамашалайық. Сен дайынсың ба? Қане онда айлы орманға саяхатты бірге бастайық. Әдемі айлы орман. Сол орманда аққұлақ атты қоян өмір сүріпті. Ол өте мейірімді, бірақ қорқақтау екен. Үнемі жаңашылдықтан қорқып, мен істей алмаймын, қолымнан келмейді, деп қорқып жүреді екен. Бір күні оның досы Тиін жылап қалады. Себебі оның жаңғағы ағаш басында қалып қойған екен. Аққұлақтың жүрегі дүрсілдеп кетеді. Мен қорқамын, бірақ көмектесуім керек, деп ағашқа жақындап, бір секірді, екі секірді, ал үшінші рет жаңғақты алып түсті. Тиін болса, қатты қуанып, қолын шапалақтап, досының ерлігіне сүйсінеді. Батыр болу қорықпау емес, батыл қадам жасау, дейді тасбақа әже қоянға. Сол күннен бастап, аққұлақ өзіне сенуді үйреніпті. Ал ормандағылар оны батыл қоян деп атайтын болыпты. Міне балақай, мультфильм де аяқталды. Бұл мультфильмде аққұлақ қорықса да, досына көмектесуді таңдады. Көрдің бе? Батыл болу дегеніміз мүлде қорықпау емес. Батыл болу, жүрегіңдегі батылдықты тауып, батыл қадам жасау екен. Егер сен біреуге көмектессең, жылы сөз айтсаң, жақсылық жасасаң, сен де нағыз батырсың. Сенің де жүрегіңде мейірімділік пен батылдық бар. Және оны ешқашан ұмытпа. Менің кішкентай досым, саған бүгінгі ертегім ұнады ма? Ұнаса, міндетті түрде лайк басып, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Жақсы ма? Ал жақсы. Бүгінге мен сенімен қоштасамын. Келесі ертегіде кездескенше сау бол.